Армыз залалып жанкерлері, сіздермен мен Шерхан Абзалұлы. Бүгін АПЛдың қалтасы қалың қожайындары, яғни Ағылшын премьер лигасындағы топ 10 ең бай клуб иелері туралы айтатын боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. 10-шы орын Саутгемптон Гоуат Зишен 3,5 миллиард еуро. Қытайлық миллиардер аталмыш клубты 2017 жылы 210 миллион еуроға сатып алды. Миллиардер Шанхайдағы педагогикалық университетті тәмамдап, 1995 жылы Langer Group компаниясының тұсауын кесті. 9-шы орын Манчестер Юнайтед Глейзерлер отбасы 4,1 миллиард еуро. Малкольм Глейзер бизнес саласындағы мансабын небәрі 15 жасында бастаған. Жастайынан әкесінен ерте айырылғандықтан отбасын асырау үшін сағат сатумен айналысты. 28 жасында өзінің жеке компаниясын ашып, жылжымайтын мүлікті сатуды қолға алды. Араға көп жыл салмай, ағасы Джоэл Глейзер 3-1 телеканалдың директоры атанады. Малкольм Глейзер спорт саласындағы бизнесін 1995 жылы Тампа Бей Бакканерис атты америкалық футбол клубынан бастады. Араға 8 жыл салып Манчестер Юнайтедті сатып алды. Малкольм 2014 жылы дүниеден озған соң клубты ұлдары Авраам мен Джоэл тікелей өздері басқарып келеді. 8-ші орын Тоттенхэм Хотспур Джо Льюис 4,4 миллиард еуро. Көпшіліктің ойынша Тоттенхэмнің басшылығындағы негізгі адам Даниэл Леви. Алайда клубтағы тікелей билік 83 жасар британ Джо Льюистің қолында. Джо Эник ағылшындық инвестициялық топтың негізгі акционері. Леви клубқа байланысты көп мәселелермен айналысқанымен, оған Эник компаниясының 29,4% ғана тиесілі, ал қалған 70,6% Льюистің қолында. Танымал британ кәсіпкері 15 жасында мектепті тастап, фирмада әкесіне қолғабыс болды. Кейіннен кәсіпті отбасымен бірге дөңгелетіп, Британның беделді саудагерлерінің біріне айналды. Қазіргі таңда Богам аралдарында тұрады. Ағылшындық басылымдардың айтуына қарағанда, Тоттенхэмнің ойындарына сирек баратын сыңайлы. 7-ші орын Лестер Сити Аяват Шариват Ханап Рабха 5,2 миллиард еуро. 34 жастағы миллиардер марқұм Вишайдың ұлы, әкесінің 2018 жылғы әуе апатынан болған қазасынан кейін клуб пен King Power компаниясының тізгінін ұстады. Әкесі Вишай Лестер Ситиді 2018 жылы сатып алғаннан бері үлкен өзгерістер алып келді. Түлкілер үшін көп еңбек етіп, 2016 жылы күтпеген жерден Лестерге сенсациялық чемпиондықты алып берген болатын. 6-шы орын Астон Вилла Насиф Савирис 5,7 миллиард еуро. Савирис Виллаға 2018 жылы келді. Дәл сол жылы Вилла қарызға белшенесінен батып, қиын жағдайда тұрған болатын. Мысырлық кәсіпкер шілдеде клубтың бағасы 55%-ға түскен кезін ұтымды пайдаланып, дер кезінде сатып алды. 59 жасар Насиф, мысырлық миллиардер, Ониси Савиристің кенже ұлы. Қазіргі таңда әкесінің компаниялары Ораско мен Адидастың бір бөлігін дөңгелетіп отыр. 5-ші орын Вулверхэмптон Го Гуанчан 6 миллиард еуро. Қытайлық азамат Гуанчи Форсун компаниясының төрағасы. Бүгінде Форсун компаниясы нарықтағы ең көп қаржы табатын компаниялардың бірі. Гуанчан қасқырларды 2016 жылы 45 миллион фунт стерлингке сатып алған болатын. Клубты 4 жылдың ішінде Арсенал, Манчестер Юнайтед секілді командалармен Еурокубокке шығу үшін күресе алатын деңгейге жеткізді. 4-ші орын Арсенал Стен Кронке 6,8 миллиард еуро. Тіпті біздің бұл тізімде де Арсенал 4-ші орында тұрақтады. Лондонның ұжымның иесі американдық Стен Кронке, Арсеналдың басшысы, қанша миллиардер болса да трансфер терезесінде неге көзге түспейді деген сұрақ сізде де туындаған болар. Себебі Арсенал Стеннің қарамағындағы жалғыз клуб емес. MLS лигасындағы Колорадо Рапидс, тіпті баскетболдағы Денвер Наггетс атты клубтардың иесі болып табылады. Бүгінгі тізімде 3-ші орында Челси тұрақтады. Роман Абрамович 11 миллиард еуро.
Ресейлік қожайын Стэнфорд Бриджге алғаш 2003 жылы жайғасқан болатын. Сол сәттен бері миллиардер лондондық клубты Еуропаның топ командаларының тізіміне қосты. Абрамовичтің бүгіндегі басты табыс көзі мұнай мен мұнай өнімдері. 53 жасар Роман 1990 жылдары Ресейдегі экономикалық күрт өзгерістерді ұтымды пайдаланып, кәсібін өрбітіп алды. Ал 1995 жылы өз елінің ірі мұнай компанияларының бірін қолына алды. Екінші орын Манчестер Сити, Шейх Мансур 26,5 миллиард еуро. Мансур ибн Заид әл-Нахаян, Біріккен Араб Әмірлігінің премьер-министрінің орынбасары, Әбу-Дабидің патшалар отбасының мүшесі. Мансур ситиліктерді 2008 жылдың қыркүйегінде сатып алған болатын. Содан бері Ман Сити Еуропаның дүлдүл командаларының қатарында болып келеді. Мансур тек Ситимен ғана шектелмей, Аустралия, ақш пен Жапонияның клубтарын басқарып келеді. Бүгінгі АПЛдың қалтасы қалың қожайындардың көшін Ньюкаслдың басшысы Мухаммед бин Салман 320 миллиард еуромен бастап тұр. Ньюкаслдың қазіргі қожайыны Майк Эшли орнын босатқан соң Мухаммед бин Салман Әл Сауд клубты өз қарамағына алмақ. Клубтың жанкүйерлері аталмыш шейхқа зор үмітпен қарауда. Себебі Эшлимен салыстырғанда жұлдызды ойыншылар мен тәжірибелі бапкерлік штаб үшін қиынын санап клубтан қызғанбайтынына сенімді. Ханзада Мухаммедтің тек футболда ғана емес, әлемдегі ең ауқатты адамдардың қатарына кіретінін де айта өткеніміз жөн. Видеоның соңында сіздерге қойылатын сұрақ: Қазақстан премьер-лигасындағы Қайрат Боранбаевтан басқа ел футбол командасының тізгінін ұстай алатын кімді ұсынар едіңіз? Пікірге өз ойыңызды жаза кетіңіз. Сіздермен бірге болған Шерхан Абзалова. Видео ұнаса лайк басып, төменге пікіріңізді қалдыра кетіңіз.